Киевдеки Кырым бірдемлігі мартның 27-сінде олып кечкен тінтувлерге бағышланған Мерасим Кырым явында кечті. Илхақның фияты «Ая» деген фильм тақдим етілді. Бұндан да ғайры Кырымдан тазе хаберлер сеслендірілді. Скайп вастасы иле Кырымлы адлиежелернен субет құрылды. Бұндан ғайры мұсаферлер арасында Кырымда çalışқан журналистлер, фаалер ве милли межлис векеллері бар еді. Бөлі кебе Мерасим Украин жематчылығы Кырымдаки репрессиялар ақында да зияде білдірмек үшін япыла. Хатырлатам, мартның 27-сінде Кырымның бір қач районларда күтлевей тінтувлер кечті. Оның нәтижесінде 24 Кырымдатары яқаланды, 55 бала бабасыз қалды, умумен 166 баланың бабалары писханелерде болуна. Мы намагаемыз... Біз әр вақыт сесиме бұслердің құранталарыны эммалеви им информацион шекілінде декстеклемеге тырышамыз. Оның үшін бойлы каба Киевлі Кырым бірдемілігіні кечіреміз. Зрозуміло, що українська держава... Украин девлеті ве Украин жематчылығы оз күчлеріне көре тырышмалар япа. Бұл шымды яқылынған адамлардың құранталары өзлеріні яңлыз доймасынлар деп пек мұйым.